Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған қазақ тілі пәні бойынша одағай сөздер тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. 128-ші сабақ. Бүгінгі оқу мақсатымыз сұхбаттасының жасын, жай-күйін ескере отырып, белгілі бір тақырып аясында тілдік нормаларды сақтап әңгімелеу. Дескрипторы: белгілі бір тақырыпта сөйлеген кезде сөйлеу мәдениетін сақтаймыз. Одағай сөздерді сөйлем мен сөйлеуде қолданамыз. Ендеше оқулығымыздың 121 бетіндегі 40-шы жаттығуға назар аударамыз. Өлеңді дауыс екпіні мен ырғағын сақтап оқы делінген. Қарамен жазылған сөздердің мәнін бет-бейне қимыл арқылы көрсет. Қарамен жазылған сөздердің мағынасына, тыныс белгілеріне назар аудар. Мұндағы қара сөздер ой, ах, ух, қап деген сөздер. Бұл сөздердің мағынасы қандай? Демек, бұл ой, ах, ух деген сөздер, бұл бір көңіл күйді, әр алуан көңіл күйді білдіретін сөздер. Ендеше осындай әр алуан көңіл күйді білдіретін сөздерді не деп атаймыз? Оны келесі жазбадан толығырақ қарап түсінеміз. Құлыншағым менің, құрау-құрау, сен менің секеңдеген лағымсың, шөре-шөре лағым, менің кішкентай ғана күшігімсің, ка, күшігім. Қарындасым менің, не істеп отырсың? Мен ойыншықтармен ойнап отырмын. Құрау-құрау, құлыншағым, шөре-шөре лағым менің. Мынау сенің ботаң. Көз, ботақаным. Аға, рахмет сізге. Сен шақыруды білдіретін біршама одағайларды біледі екенсің. Одағай? Ол не тағы? Сөйлеушінің айтылған ойға қатысты әр алуан көңіл күйін білдіретін сөзді одағай деп атайды. Мысалы, алақай, бәрекелді, әттеген-ай, шіркін-ай. Бұлар көңіл күйді білдіретін одағайлар. Сонымен қатар, шақыруды білдіретін де одағайлар бар. Мысалы, жаңа ғана өзің айтып отырған құрау-құрау, шөре-шөре, ка, көз, және одан басқа пышайт, моқ деген одағайлар бар. Мен одағайға көп мысал келтіре аламын. Пай, ту, охо, айхай, пәлі, мәссаған. Тамаша, Дана, енді есіңе сақтап ал. Одағайлар сөйлемдегі басқа сөздермен байланысқа түспейді. Сөйлем мүшесі бола алмайды. Қосарланған одағайлар дефис арқылы жазылады. Мысалы, әукім, әукешім. Одағайлар сөйлем мүшесінен үтір немесе леп белгісімен ажыратылады. Мысалы, алақай, біз бүлдірген теруге барамыз. Одағайлар сөйлемнің басында, ортасында және соңында да келе береді. Соған сәйкес тыныс белгілері де өзгеріп отырады. Мысалы, мен тезірек үлкейсем, шіркін. Ка, Вики, неткен сүйкімді күшік едің. Көрдің бе, Дана? Біз одағай сөздерді күнделікті өмірде көп пайдаланамыз. Ендеше балалар, оқулығымыздың 122 бетіндегі 43-ші жаттығуды орындаймыз. Сөйлемдерді одағай сөзі бар
сөйлемге айналдырып жаз делінген. Бірінші сөйлем. Алақай, елбасымен кездесеміз. Бәрекелді, аға, мұныңыз жақсы ақыл болды. Қалған сөйлемдерді де дәл осылай одағай сөзін бар сөйлемге айналдырып жазамыз. Одағайдан кейін қандай тыныс белгісін қойдың? Біз одағайдан кейін үтір белгісін немесе леп белгісін қоямыз. Ендеше үй тапсырмасы. 42-ші жаттығу оқулығымыздың 122-ші бетінде берілген одағайларды қатыстырып сөйлем құрап жаз. Па, шіркін, әттең, ойпыр-ай. Ендеше осы тапсырмалар бойынша кері байланыс жасаймыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.